Екібастұздың іргесіндегі Атығай ауылының тұрғындары 30 жылдан бері жол азабын тартып келген. Шаһардан небәрі 10 шақырым ғана жерде орналасқан елді мекеннен қалаға қатынау тұрғындар үшін сынақ еді. Талқаны шығып, шұрық тесікке айналған мына жолдардың мәселесі бүгінде оңтайлы шешілді. Бұрынғы асфальт алып тастап, корыто істеп, қайтадан щебенкасын бәрін салып, асфальттың өзі 10-12 см 2 слой салды. 9-7 километр жол, шақырым жол жөнделді, артығымен істелді ауылға дейін. Бір айдың ішінде жұмысты жасап бітірді бәрін. Атығай ауылының жаны-жағы көмір кеніші мен зауыттарға толы. Сондықтан бұл жолмен ауыр көліктерде жүреді. Тозығы жеткен жолды жеңіл-желпі жамау мәселені шешпеседі. Сондықтан жергілікті атқамінерлер күрделі жөндеу жұмыстарына 264 миллион теңге қаражат бөлген. Ал жөндеу жұмыстарын павлодарлық азы серіктестік атқарған. 40 минут жүретіміз қалекі ортаға. Енді 10 минутта өріп жатырмыз. Жолымыз сапалы болды. Осыны іске қосқан мердігер компания тез арада, аз уақытта сапалы осындай жолменен қалекі ортаға қосып берді. Ауылдың тұрғындары бәрі де көңілдері шат, риза, көптен көп рахмет. Атығай ауылында 500-ден аса халық бар. Елді мекен қаланың іргесінде тұрғандықтан тұрғындары негізінен қалаға қатынап жұмыс істейді. Енді жол мәселесі ешбіріне кедергі болмасы анық.